Сәлеметсіздер ме 10-шы сынып оқушылары. Физика пәнінен 490-ға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары балалар. Бізде бірінші нұсқасы. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Берілген тапсырманың барлығын орындаймыз. Бірінші тапсырмада суретте өткізгіш бойымен жүріп жатқан тоқ бағыты көрсетілген. Сын нүктесінде осы өткізгіш тудыратын магнит өрісінің бағытын анықтаңыздар дейді балалар. Бұл бізде сурет жазықтығы перпендикуляр бізден ары қарай, яғни сын нұсқасы дұрыс. Келесі екінші тапсырмада заттардың магнит өтімділігі қалай анықталады дейді, қай формуламен анықталады дейді. Бұл жерде А нұсқасы дұрыс, мына жерде бета емес балалар Б. Келесі заттың ішінде шыр айнала қозғалған тұйықталған тоқтар болғандықтан онда магниттік қасиет байқалады. Бұл кімнің гипотезасы дейді балалар. Бұл бізде Максвелл. Келесі төртінші тапсырмада магнитиктерді магниттік өтімділігімен сәйкестендіріңіздер дейді. Төртінші тапсырмада магнитиктерді магнит өрісімен сәйкестендіріңіздер дейді. Бұл жерде ферромагнетиктер В үлкен болады. Келесі парамагнетиктер С үлкен болады, ал диамагнетиктер кіші болады, яғни А. Сонда біріншісі В, екіншісі С, үшіншісі А. Келесі бесінші тапсырмада есеп берген өткізгіш контурды тесіп өтетін магнит ағын 0,2, бір қалыпты өзгергенде 2,4 вольт электр қозғаушы күші индукцияланады. Өткізгіш кедергісі 0,6 Ом дейді балалар. А тапсырмасында магнит ағынының өзгеру уақытын табыңыздар. Б тапсырмасында индукциялық тоқ мәнін анықтаңыздар дейді. Есептің берілгенін жазып қойдым. Енді қарай шығарамыз балалар. А тапсырмасынан бастап шығарайық. А тапсырмасында бірінші формуланы қорытып аламыз. Дельта F-ті бөлеміз дельта Т-ға, осы жерден Т-ны тауып алатын болсақ, дельта Т тең дельта F-ті бөлеміз Е-ге. Сонда орнына қойсақ 0,112-ні бөлеміз 2,4-ге. Сонда жауабы 0,105 секунд шығады. Келесі Б тапсырмасында I тең дельта F бөлінген R көбейтілген дельта Т деген формулаға саламыз. Сонда 0,112-ні бөлеміз 0,6 Омды көбейтеміз 0,105 секундқа. Сонда 4 ампер шығады екен. Сонда жазып қойық, жауабы Е тең 0,105-ге, I тең 4 амперге. Ана жерде Т, дельта Т тең. Келесі алтыншы тапсырмамызда бір текті магнит өрісінің күш сызықтарын перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50 см өткізгішке 0,112 ньютон күш әсер етеді. Өткізгіштегі тоқ күші 3 ампер болғандағы магнит индукциясы нешеге тең дейді балалар. Есептің берген жазып қойдым. Ең алдымен 50 см метрге айналдырамыз, сонда 0,5 метр болады. Енді F A тең B көбейту I көбейту L деген формула арқылы тауып аламыз. B-ны B тең F A бөлінген I көбейтілген L болады. Сонда 0,112 ньютонды бөлеміз 3 амперді көбейтеміз 0,5 метрге. Сонда жауабы 0,108 Тесла болады. Оны біз 80 милли Тесла деп алсақ та болады. Сонда жауабы Б тең 80 милли Тесла. Ары қарай балалар сәйкестендіріңіздер деген екен. Шарғының инерттілік қасиетін сипаттайтын шама индуктивтілік. Екі заттағы магнит өрісі индукциясының вакуумдағы магнит өрісі индукциясынан қанша есе артық екенін көрсететін шама бізде магниттің өтімділігі. Магнит өрісінің күштік әсерін сипаттайтын шама бізде магнит индукция векторы.
контурды тесіп өтетін магнит индукция сызықтарының санын сипаттайтын шама магнит ағыны. Сонда біріншісі С, екіншісі А, үшіншісі В, төртіншісі Д. Келесі 8-ші тапсырмада есеп берілген. Есептің берілген жазып қойдым, ары қарай шығарайық. 0,2 метр секундты 2 секунд айналдырып аламыз. Сонда 0,2 секунд болады. 50 сантиметр квадрат метр квадратқа айналдырамыз. 0,5 метр квадрат болады. Тең дельта P көбейту S бөлінген дельта T көбейтілген N деген формула арқылы N-ді тауып аламыз. Сонда N тең көбейтілген дельта T бөлінген дельта P көбейтілген S болады. Сонда біз бұны E көбейтілген дельта T B2 азайтылған B1 көбейтілген S деп алсақ болады. Осы формуланың орнына қоятын болсақ, 10 көбейтеміз 0,2 секундқа бөлеміз. 0,3-тен азайтамыз 0,2 Тесланы көбейтеміз 0,105 метр квадратқа. Сонда жауабы 40 шығар екен балдар. Ары қарай 9-ші тапсырмада қай өлшем бірлік магнит өрісінің энергия тығыздығының өлшем бірлігі емес дейді балар. Бұл жерде В ньютон көбейтілген метр. Келесі төмендегі өрнектер қандай шамаларды анықтайды дейді, белгілерін қойыңыздар дейді. Бізде бұл қозғаушы күші, магнит өтімділігі, С тапсырмасында F болады, Д тапсырмасында М болады, ал Е тапсырмасында FA болады. Келесі 11-ші тапсырмада ережелер нені анықтайды дейді. Сол қол ережесі бізде ампер және Лоренц күшінің бағытын анықтайды. Екі Ленц ережесі бізде индукциялық токтың бағытын анықтайды. Бұрғы ережесі бізде магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын анықтайды. 12 тоғы бар катушканың магнит өрісі энергиясы қайда жинақталады дейді. Е нұсқасы дұрыс, яғни катушка өткізгіштерінде және тоқ жеткізуші өткізгіштерде жинақталады балар. Балар, осымен бізге берілген 12 тапсырманың барлығын орындап аяқтадық. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Ұнаған болса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.